Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін екі ғана заттан тәбет ашатын өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Қою тағамдармен өте керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге тұрып және де сәбіз қажет. Енді жақсылап реткамызды өткізіп алатын боламыз теркадан. Және де бізге сәбіз қажет. Сәбізімізді дәл солай теркадан өткізіп алатын боламыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Енді жақсылап араластырып шығатын боламыз. Ешқандай мұжымайсыздар. Бірден су шығатын болады. Осылай көп мөлшерде артық су шығады. Осыны төгіп тастайсыздар. Енді суын төккеннен кейін қызыл бұрыш салатын боламыз. Әш шығып дайындағыларыңыз келсе, көбірек әш салсаңыздар болады, немесе тәтті паприка қоссаңыздар да. Енді бізге укроп және де чеснок қажет. Барлығын майдалап турап, теркадан өткізіп қосатын боламыз. Және де сұйық күнбағыс майы, және де уксус. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын, өте керемет болып шықты. Палаумен, қою тағамдармен жесеңіздер өте керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді тарелкамызға салып ұсынатын боламыз. Сіздерге видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.